Ильяс Жансүгіров құлагер поэмасы. Кейіпкерлер: Ақан Сері бас кейіпкер, Батыраш, Жақып, Күреңбай сыншы тағы басқа кейіпкерлер. Қысқаша мазмұны: бірінші тарауда туған жер табиғаты суреттеледі. Негізгі оқиға желісі арқада Ерейменді мекен етіп, 94-ке жетіп, дүниеден өткен Сағынайға берілген астан басталады. Арнайы бәйге жариялап, оған жер-жерден 1300 сәйгүлік келеді. Ильяс поэмада 20 жүйрік атқа жырмен сипаттама жасайды. Сұлу әйел, жүйрік ат, бақ дәулет өзімде ғана болсын дейтін Батыраш бұған дейін құлагерді сұратып, алылмаған соң кек сақтап, оған қарсы көк тұйғынды баптайды. Асқа келген құлагерді көріп, астандық ойлайды. Бұл арада құлагер мен көк тұйғынды мақтаған, даттаған сыбыстар тарап жатады. Бас бәйге Батыраштікі. Ол жүлдені шаппай алады дегенде естіген Ақан Сері қатты ашуланып, осы жолы көк шолақты бөктеремін деп салады. Мұны естіген Батырашты ашу қысып, Ақан отауына тепсініп жетеді. Ақанның намысына тиетін ауыр сөздер айтады. Құлагер көк тұйғының басы көзін суғы бозбаса, атым сенікі деп серт береді. Осы арада ат сынын білмес көпшілік құлагерді мазақтап жатқанда, Күреңбай сыншы құлагердің нағыз тұлпар екенін ап-анық етіп айтып береді. Сөйтіп, бәйге басталып, кішкентайынан Ақан қолында өскен құлагерге талай шауып, талай бәйге жеңіп алған жетім бала Сері айтқан ақылмен тізгінді тежеп, қамшы салмай, жел жақта жан қаптырмай отырады. 1300 аттан суырылып, 4 ат алға озып, көкөзекке түсе бастайды. Сол жерде құлагер мерт болады. Атының ажалына арқасы қайысқан Ақан аяқ астынан суырып салып ән шығарады. Кешегі қателіктерді қайталай бергім келмейді, себебін іздеп уақытымды өткізгім де келмейді. Тағы бір мүмкіндік келсе ойланбай алда істе, сағынсың ба кезікпен сөзіңді өзің ретте. Алдыңа келді есептемді, қолыңда бәрі өсіп өңді, көрмегеніңді іздеп лезде таба білейік сен деп. Мен ойланып сен ойла, үрейленбей болма қоян, өмір бұл ойын сақтан.